Сәлем достар, бүгін мен бір құрбыммен театрға келдім. Ғабит Мүсірепов атындағы Әуезов театрына барамыз ба деп едік, ол жақта орын жоқ, әдеттегідей үлгермей қалдық. Бүгінгі қойылым қызық болады деп үміттенеміз. Қазір сіздерге үзінділерін салатын боламын. Бүгінгі ауа райы деген күшті болып тұр ғой. Нағыз қыдыратын күн болып тұр. Домалақ бастар. Hoşumuz diziyse bakırma, 4 saat erте келіп алған адамдар. Қандай? Басын тұтмын. Приключениеден басталды, короче. Әуезовтан қарағанда қайда кішкентай екен мынаншы. Ешкім кішкентай. Иә? Очкиін тақпай ақ қойсаң. Очкисіз көрдім. Кезінде ұялы телефондарын өшіріп қою, бейне таспаға түсіруге рұқсат етілмейтіні және залдағы өзге де көрермендер. Шықтық қойылымнан ба, эмоция деген мощты де. Ұнады ма саған? Күшті болды. Жыладың бе? Ойнайсың. Енді керемет ощущение болып біз деген қуанып келгенімізге сөйтіп қайтып бара жатырмыз. Қазір Арғытқа барамыз, қыдырып, сосын үйге қайтамыз. Полный келіп көруге советую. Советуем. Адресін жазып қоян деп қойсайшы. Я, если что, Мүсірепов театр қойылымы аты қандай вообще? Той көп үй. Қалай? Той көп үй. Сол. Бізде театрдың басы приключениемен басталды. Айжан бастады. Айжан өзің айтып берсең. Короче, мен Әуезов театрына барған алдыңғы жолғы билетпен бүгінгі билет шатастырып алғам. Еще барып сұрап жүрмін, мынау біздің орын деп еле саласып жүрмін. Біреуге барып, мынау біздің орын деп андай қылып ұрсайын деп тұрмыз ғой ше. Еще орындарымыз сәйкес келген, прям алдыңғы жол 921, бүгін 921. Сосын жүгіріп асығып. Все, В общем, біз гонконгский вафли жейін жатырмыз. Біздің замыз жей береді. Тамақтан қайтпайсың ғой. Неге мороженое жейсің ғой? Тамақ жемейсің ғой. Последний ақшаға мороженое. Мороженемізді алып алып енді жеп отырмыз. Атмосферасын сезініп, скайп болып. Біз Арбатта жүреміз деп уақытқа қарамағанбыз ғой. Сағат 9-дан асып кеткен, асып үйге қайтып бара жатырмыз. Үшіміз сол. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.